Енді балалар, мұқият зер салып қараңыздар. 1, 2, 3. Е әрпі. Е әріпі. Емен. Емен. Есек. Есек. Егіз. Егіз. Егінші. Егінші. Егін. Егін. Ешкі. Ешкі. Етікші. Етікші. Балалар, біз бүгін Е әрпімен танысатын боламыз. Қане, барлығымыз Е деп айтып көрейікші. Жарайсыңдар балалар. Ал біз Е әрпін әуендетіп, әндетіп айта алып тұрмыз ба? Иә, яғни бұл бізде қандай дыбыс? Дұрыс айтасыңдар, дауысты дыбыс. Дауысты дыбысты біз қандай текшемен белгілейтін едік? Дұрыс айтасыңдар, қызыл текшемен. Балалар, енді суретте ненің суреті берілген? Мұқият қарайықшы. Дұрыс айтасыңдар, есек. Е десең келемін, есекпін ғой еркемін. Есекпін, ән саламын, есекпін, ән саламын, Балалар, енді Е әріпін бірге жазып үйренейікші. Ол үшін бейнероликке назар саламыз. Әрпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Е бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Е әрпінің бас әрпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Оңнан солға қарай жартылай доға жасаймыз. Жазу жолының үстіңгі сызығына тигізген соң, солға қарай жазу жолын толтыра, екінші доға сызықты жүргіземіз де, астыңғы сызыққа тигізе, оңға сәл көтереміз. Жазу жолының ортасынан төмен қаламыңды қой. Төменнен жоғары сәл оңға қарай қиғаш сызықты тартып, үстіңгі сызыққа жете, солға қарай доға сызып, оны үстіңгі сызыққа тигіземіз. Доға сызықты дөңгелете бастапқы сызықты қиып, астыңғы сызыққа тигізе иеміз. Балалар, біз сонымен бүгін қандай әріппен таныстық? Дұрыс айтасыңдар, Е әріпімен таныстық. Ал Е әріпінен басталатын сөздерді бірге айтайықшы. Елік, ешкі, етік. Жарайсыңдар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.